Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз сіздермен қазақ тілі 4-ші сынып 73-ші сабақты өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы апатты табиғи құбылыстар және ілік септігі. Бүгінгі сабақта біз тыңдаған мәтін бойынша диалог құраймыз және ілік септіктің жалғауларын ажыратамыз. Бізге 41-ші жаттығуда мәтін беріліпті. Мәтінді оқиға алдымен. Жер қыртысы тау жыныстарының қат-қабат қатталған аса ірі текше тастарынан тұрады. Жер қойнауындағы жайнап тұрған тау жыныстары баяу сырғып, төменгі қатпар жарықтарының жігіне құйылады. Соның салдарынан тас қабаттары қозғалады да біріне-бірі соқтығысады. Сол жойқын қозғалыстардың себебінен жер астындағы қатты қабаттар қопарылады. Соның әсерінен жер сілкінеді. Қатты сілкіністен жер жарылады. Үйлер құлап, жердің астына түсіп кетеді. Енді бізге балалар мәтін бойынша сұрақтар, тапсырмалар беріліпті. Жер сілкінісі жағдайында не істейтіндерің туралы диалог құрыңдар дейді. Анар, сен жер сілкінгенде сыртқа шыға алмай қалсаң не істейсің? Үстелдің астына тығыламын. Ол қаншалықты қауіпсіз әрекет? Біздің мектепте арнайы дайындықтар болып тұрады. Сол үшін де қорғану мақсатында үстелдердің астына жер сілкінісі басылғанға дейін отырған дұрыс дейді. Келесі бізде 42-ші жаттығу берілген. Сөйлемдерді тыныс белгісін қойып көшіріп жаз дейді. Жанартаудың атқылаған орны шұңқыр болып қалады. Кейде сондай шұңқырға жаңбырдың суы толып көлге айналады дейді. Ең бірінші біз нүкте қою арқылы бірінші сөйлемді белгілеп аламыз. Жанартаудың атқылаған орны шұңқыр болып қалады. Нүкте, одан кейін келесі сөйлем басталады бас әріппен. Кейде сондай шұңқырға жаңбырдың суы толып үтір көлге айналады. Енді осы мәтін, яғни берілген сөйлем бойынша ілік септігіндегі сөздерді тап дейді. Ілік септігіндегі сөздер жанартаудың және жаңбырдың. 43-ші жаттығуда мұз жарылып суға түсіп кеткен адамға қалай көмектесуге болады? Қасына баруға болмайды, өзің де суға түсіп кетуің мүмкін. Осындай жағдайда дұрыс болатын іс-әрекетті белгіле дейді. Ең бірінші жауап айқайлап үлкендерді көмекке шақыру. Екінші, сыртқы қалың киімді шешіп тастап, шаңғымен көмекке бару. Судағы адамға арқан немесе шаңғының таяғын лақтыру, ештеңе істемеу. Енді қалай да көмектесуіміз керек? Сол себепті балалар бірінші жауапты таңдаймыз, яғни айқайлап үлкендерді көмекке шақырамыз. 44-ші жаттығуда табиғаттағы қауіпті жағдайлар кезінде не істейтініңді ойланып, айтып бер дейді. Өз-өзіміз бойынша құрастырайық. Табиғатта қауіпті жағдайлар өте көп. Табиғи құбылыстар көбінде аяқ асты орын алады. Сондықтан әркез сақтық шараларын білу керек. Мұндай уақыттарда алыс жолға шығуға болмайды. Егер қауіпті жағдайға тап болсам, құтқарушыларға хабар берер едім. Осылай құрасаңыздар болады, балалар. Яғни қысқаша етіп өз ойыңызбен жазамыз. Енді 45-ші жаттығуда жоғарыдағы мәтіннен зат есімдерді теріп жаз, оларға ілік септігінің қосымшасын жалғап, әртүрлі жалғану себебін анықта дейді. Басында, яғни 41-ші жаттығуда берілген мәтін бойынша осы мәтіннен зат есімдерді біз теріп жазамыз. Бұл жердегі зат есімдер жер, тау, тас, қатпар, үйлер, текше. Енді ілік септігінің жалғауымен бұлар таудың, текшенің, жердің, тастың, қатпардың, үйлердің деген жалғаулар жалғану арқылы жасалады. Енді жалғаулардың әртүрлі жалғану себебін айтайық. Жалғаулар сөздерге жалғанғанда жалғанатын сөздің әуеніне қарай жалғанады, яғни сөздің соңғы буынының жуан жіңішкелігіне қарай жалғанады. Соңғы дыбысының қатаң, ұяң, үнді, дауыссыз екендігіне қарай үндесіп отырады. Балалар, бүгінгі осымен біздің сабағымыз аяқталды. Видеом ұнаса міндетті түрде лайк басыңыздар. Келесі сабақтарды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліңіздер.